Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге арайлым. Мен Atomy компаниясының пробиотиктері жайлы айтып бергім келіп отыр. Пробиотиктер дегеніміз не? Бірінші кезекте пробиотиктерді қазақшаға аударған кезде өмір үшін деген мағынаны білдіреді екен. Яғни пробиотиктер біздің организмімізге тірі бактерияларды алып келіп, асқазанымыздың жұмысын жақсартады. Атомидің пробиотиктерінде 12 түрлі бифидолактобактериялар бар. Олар біздің ағзамыздағы бактерияларды, яғни тамақ қорытуға, біздің асқазанымыздың жұмысын жақсартуға арналған бактериялармен организмімізді толықтырып, және де зиянды ағзаға зиянын тигізетін бактерияларды шығарып тастайды екен. Солай біздің асқазанымыздың жұмысын жақсартады, тамақ қорыту процесімізді тездетеді. Енді пробиотиктер осындай бір стикта болады. Бір адамға біреуі жетеді. Профилактика ем үшін ішетін болса, 2 немесе 3 қолданған жақсы. Atomy пробиотиктерінің, жалпы пробиотиктердің пайдасын не үшін ішу керек екенін мен айта өтейін. Негізінен біздің ағзамызға күнделікті әртүрлі тамақтар түсіп жатады. Оның біреуі пайдалы, біреуі пайдасыз. Адамдардың барлығы жаңағыдай таза тамақты, пайдалы тамақты жей бермейді. Арасында зиянды тамақтар асқазанымызға кетеді де, асқазанымыз оларды қорытуға қиналады. Дәл солай ересек болғанға дейін ағзамыз әртүрлі өзгерістерге ұшырайды. Тіпті кішкентай туылған балалардың өзінде іш қату, іш кебу сияқты проблемалар болады. Сондай кезде пробиотиктер бірінші жедел жәрдем деп айтуға болады. Және де біз есейген сайын, үлкейген сайын ағзамызға бізге көмек керек болады. Әсіресе асқазанымызға. Себебі біздің асқазанымызға күнделікті және де түнде тамақты көп жеп қойғандықтан біздің асқазанымызда міндетті түрде ауырсыну, баяулау, жұмыс істеу және де әртүрлі аурулар пайда болуы мүмкін. Мысалға гастрит, іш кебу, іш қату және де панкреатит, язва тіпті сондай аурулардың алдын алуға арналған осындай тірі лактобактериялар біздің ағзамызға міндетті түрде керек екен. Және де кім сүт өнімдерін асқазаны қорытпайтын болса, көтере алмайтын болса, ол адамдарға да сүт өнімдерін қорытуға жақсы көмектеседі. Ал дәмі өте жағымды, апельсиннің дәміне ұқсайды және де тәтті. Кішкентай балалар да, үлкен адамдар да сүйсініп ішетін болады. Негізінде пробиотикті бір ішкен адам тез арада нәтижесін байқайды. Себебі, мысалға түнде сіз тойып келдіңіз делік, сіз бір немесе 2 істегін ішіп алатын болсаңыз, таңға дейін сіздің ағзаңыздағы тағам қорытылып, ауырсынуды сезінбейсіз, және де жұмысқа деген қабілетіңіз жақсы болады. Ал жұмысқа деген қабілетіңіз жақсы болу, ол біздің сапалы өмірімізге әкеледі. Сондықтан да пробиотиктерді ішуді әр адамға кеңес беретін едім. Ал бірақ пробиотиктерді екі түрлі жағдайда ішуге болмайды. Біріншісі, кімнің тәттіге аллергиясы бар, екіншісі қант диабетімен ауыратын науқастарға дәрігермен кеңес барып ішкен жақсы. Пробиотиктер біздің өмірімізге, жаңа асқазанымызға жаңа өмір сыйлайтын лактобактериялар болып саналады. Кез келген сұрақтарыңыз бойынша маған жаза беріңіздер. Instagram парақшам және де WhatsApp номеріме мен сіздерге қуана жауап беретін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.